Тырнақты тістеме. Ертеде бір кедей болыпты. Ол қанша еңбек етіп тер төксе де, еңбегі зая кете беріпті. Анда-санда бір тойса, шала байып қалады екен. Бір күні Мәдина шаһарында Махамбет деген Тәңірдің елшісі барын естиді. Оған барып жолуға бел байлайды. Ұзақ жол жүріп пайғамбарға келеді. Уа, Тәңірдің елшісі, мен байлыққа жармай-ақ қойдым. Қанша тер төксем де еңбегім зая кетеді. Соның себебі неде? Деп сұрайды. Жігіттің бір жаман әдеті бар екен. Ол өскен тырнағын тісімен алып тастайды екен. Пайғамбардың алдында тұрғанда да сол әдетін қайталапты. Пайғамбар жігіттің мазасыз халін көріпті де, оның басынан сипап: тырнақ тістегеніңді қой, бұл жаман әдет. Әділ Құдай сенің адал еңбегіңді жемейді. Адал кәсіптің құты мен берекесі отбасыңа дарғысы келеді. Бірақ мына жағымсыз әдетің оны үркітіп жібереді екен, депті. Жігіт кедейшілік себебінің сырын білген кезде таң қалады. Жаман әдетінен дереу тыйылады. Көп ұзамай ісі де алға басып, дәулетті адам болған екен.